Сәлем достар, Қазығұрт тауына Нұх пайғамбардың кемесі тоқтағаны рас па? Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Ендеше кеттік. Қазығұрт ауданы Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан аграрлы аймақ. Шөбі шүйгін, топырағы құнарлы. Шыбық шаншысаң шынар өсіп шығады. Қарт Қазығұрттың баурайы төрт түлік өсіруге де қолайлы. Жүзін күн мен аңызақ жел қақтаған диқандар мен ата кәсіппен несібесін айырып отырған малшы қауым соңғы кезде заманауи ғылыми жетістіктерін тиімді пайдаланып, жаңа технологияларды енгізудің нәтижесінде толағай табыстарға қол жеткізіп келеді. Қазығұрт аңызы. Жер жүзін топан судың басуына байланысты аңыздың сан түрлі нұсқасы бар. Соның ішінде бізге белгілісі, Нұх пайғамбар апат басталған кезде кемесіне мініп 7 ай, 7 күн, 7 сағат жүріп Қазығұрт тауының басына келіп тоқтайды. Пайғамбар кемесіне балалары мен жақын туыстары және түрлі аң құстарды отырғызған. Кеме таудың басына келіп аялдаған кезде адамдар тіршілік белгісі бар ма, жоқ па білу үшін ең бірінші құстарды жіберген екен. Сол сәтте босатылған құстардың барлығы ұшып кетіп қайта оралмапты. Тек қарлығаш қана бұтақтың жасыл жапырағын тістеген күйі ұшып келген екен. Міне, осы кезеңнен бастап қарлығаш қазақ халқы үшін адалдық пен молшылықтың, бірлік берекенің символы болып қалған. Сондықтан да халқымыз қарлығаштың ұясын бұзбайды, және бұл құс ұя салған жерге бақ қонады деп білген. Міне, осылайша Қазығұрт тауында адамдар жаңа өмір бастап ұрпақ таратқан. Аңыз бойынша кемеге мінген халықтың ішінден тек Нұх пайғамбардың 3 ұлы мен 3 келіні ғана аман қалған екен. Бүгінгі адамзат солардан таралады. Бар әлемді топан су басқаннан кейін өмірдің бесігіне айналған тауға әділдікті ту өткен қасқырлардың есімі берілген екен. Ежелгі аңыз бойынша топан судан кейін аштық кезеңі болады. Міне осы тұста тірі жандыны өлтіруге болмайды деп тыйымға қарамастан қасқырдың ұрғашысы жыртқыштылығына басады. Бұған ашуланған қасқырдың еркегі оны жазалайды. Бұл оқиғадан кейін тау тұрғындары оны әділ қасқыр, яғни Қазығұрт деп атап кеткен екен. Ежелгі түркі тілінде құрт қасқыр деген, ал қазы әділ деген мағынаны білдіреді. Кеме қалған шыңы. Бүгінде Нұх пайғамбардың ағаш пен металдан жасаған кемесінің макетін Қазығұрт тауларының бір шыңында байқауға болады. Тас жолда көлікпен кетіп бара жатқан жолаушыға пайғамбар кемесі алыстан мен мұндалап тұрады. Әсіресе түнде жарықпен көмкерілген сәттегі кеменің жұмбаққа толы көрінісі ерекше әсер қалдырады. Тау биігіндегі кемеге арнайы жасалған баспалдақ арқылы көтерілетін көпшілік шыңдардан қар басқан Тянь-Шань тауларының ғажап көрінісіне куә болады. Дегенмен, пайғамбар кемесіне айлақ болған тау бүгінгі кеме қалған шыңнан жырақта орналасқан. Киелі таудың сыртқы пішіні де ауыз толтырып айтарлықтай өзгешелік жоқ. Тек алыстан қарағанда екі өркешті түйеге ұқсайды. Қазығұрт шыңына шыққан адам алыстан Ташкент, Шымкент, Сырдария, Түркістан және Тараз сынды қалалардың сұлбасын көре алады. Қазығұрттың басындағы кемеден бөлек, бұл тарихи өлкеде келушілердің назарын өзіне аударып, көптеген архитектуралық мәдени ескерткіштер бар. Қасиетті таудың биік шыңы да, бөктері мен баурайы да ежелгі тарихтан сыр шертеді. Мұнда Ақ Бура, Тамшы Бастау, Қазығұрт ата мазары сынды киелі орындар көп. Бұл жерге саяхаттап келетін туристер міндетті түрде үңгірдегі мешіттерді көріп, Шелтір ата мен Әңгір ата және Оспан ата мазарларына барып құран бағыштайды. Өз заманында еліне сыйлы қария, данышпан тұлға болған Қошқар атаның бейіті де осы маңда. Адам ата мен Хауана жартасы. Тау басына шыққан сәтте айналаңа көз жіберсең, ортасынан қақ бөлінген жартасты бірден байқайсың. Бұл Адам ата мен Хауананың жартасы. Мұнда келушілер үшін ең қызығы осы қос жартастың ортасынан өту. Ал бұл екі кәрі тастың арасынан кез келген адам өте алмайды. Тек жүрегі таза, денсаулығы мықты жандар ғана кедергісіз өтіп кете алады екен. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша, жартас жүрегінде қорқынышы бар адамдарды өткізбеуі мүмкін. Және қуыстан өткен кезде ең алғаш оң иықтан бастау керек. Бұл аралықтан тек 13 жастан асқан жандарға ғана өтуге рұқсат етіледі. Көпшіліктің айтуы бойынша, Қазығұрт тауына жасаған сапарда ең ерекше әсерді осы жартас қуысында тұрып сезінесің. Ені 14 см,
Ұзындығы 30 метрлік бұл қуыста ең бастысы тоқтап қалуға болмайды. Үнсіздікте тек жүрегінің дүрсілін ғана сезініп, бірдемде жүріп өтесің. Қазығұрт тауының адам жанын сынаққа салатын бұдан да бөлек жерлері көп. Тау биігіне көтерілген сайын жұмбаққа толы тылсым табиғаттың қыр-сырын тереңірек үңіле түскің келеді. Бірақ биікке көтерілу барысында өте сақ болған жөн. Мұнда жыландар тым көп. Әсіресе ана құрсағы деп аталатын тау бөлігінде бауырмен жорғалаушылар жиі кездеседі. Ертеректе ата-бабаларымыз тіл көзден сақтайды деп бұл кішігірім қуысқа балаларын кіргізген екен. Қазығұрттың қойнауына жасырған таңғажайып құбылыстары мұнымен аяқталмайды. Тау етегіндегі көк шалғында жұп болып құрылған түрлі жануарлардың мүсінін байқауға болады. Мұнда пілден бастап тасбақаға дейін жануардың барлық түрі бар. Бір таң қалдырары, бұл мүсіндердің барлығы табиғаттың өзі жасаған, яғни адамның қолы тиілмеген. Жалпы Қазығұрт тауларында адам сенгісіз тылсым сырларын айтып тауысу мүмкін емес. Сондықтан да бұл өлке жайлы аңыз әңгімелер ғасырдан ғасырға жетіп, ел аузында жатталып қалған. Орталық Азия халықтары үшін киелі атанған Қазығұрт тауының бізге беймәлім тұстары, ашылмаған сырлары әлі де көп. Сондықтан да адамзаттың тал бесігі атанған бұл мекен оңтүстік өңірдің туризм орталығына айналуы тиіс. Аңыздарға сүйенетін болсақ, Қазығұрт тауына аспан құдайы Тенгри шапағатын түсірген. Тауда ғажайып үңгір бар. Ол үңгірде Қазығұрт есімді шал жерленген. Оның ежелгі аты Шармық, яғни бөгет, тосқауыл деген мағынаны білдіреді. Бұлай қарасақ тау онша биікте емес, бірақ оның қасиетіне ешқандай тау тең келмейді екен. Бұрынғы заманда жер бетін су басқанда Қазығұрт қана бетінде қалған деседі. Таудың батыс жақ бөлігінде кішкене жазық жер бар. Сол жерге Нұх пайғамбардың кемесі келіп тоқтаған дейді. Және де сол кемеден барлық тіршілік ары қарай жалғасқан. Яғни аңыз тіршіліктің бастауы Қазығұрттан деп тұр. Үңгірдің жанында мыңдаған жылдар бойы өскен қасиетті ағаш бар. Адамдар тау басына шығып, үңгірге келіп бала, денсаулық іспетте жаратушы иеден сұрайтын нәрселерді сұрайды. Әрине, бұл бұрынғы тәңіршілдіктің 21 ғасырда қалып кеткен қалдығы десек те артық болмас. Кейде аспанды қара бұлт торласа, Қазығұрттың үстінде жарқырап күн тұрады екен. Ал бұлт тауды да жапса, онда бір сұмдық ауа райы орнайды деген сөз. Оны жергілікті ақсақалдар Қазығұрт қара жамылды деп атайды. Әрине, аңыз болғандықтан оның бір жері шын болса, екінші бір жері халықтың ойдан құрастырғаны. Мысалға, көршілес өзбек халқында да киелі Нұрата тауы немесе арабтардың Жуд тауын айта берсек, Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған дейтін таулар баршылық. Әрине, ақиқатын бір Алла біледі. Ал біз үшін кеменің қайда тоқтағаны маңызды емес. Бастысы тарихты ұмытпаған жөн деп ойлаймыз. Бейнені аяқтамас бұрын мен сіздерге жапондық өнімді ұсынғым келіп отыр. Себебі бірінші Алла, екінші осы өнімдердің арқасында барлық аурулар емделіп жатыр. Себебі бұл 100% табиғи бат және теңіздің тұңғиығынан алынатын тағамдық белсенді қоспа. Көп адамдардың нәтижелері бар. Описаниядағы WhatsApp-қа жазыңыздар. Ал сіз қандай оқиғаларды білесіз? Пікір бөліміне ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Және әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.